Сәлем достар. Бүгін біз жігіттермен нағыз команда екеніміз дәлелдейтін сәт келіп туды. Неге деп ойласаңыздар, бүгін біз ФК Картоп командасына қарсы челлендж орындайтын боламыз. Наказаниялар өте қиын. Сол үшін жігіттер бүгін қатты ойнау керек. Настрой. До конца. Сол үшін жеңейік жігіттер бүгін. Хорошо? Ал достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз QFC командасымен ойнайтын боламыз. Біз ФК Картоп командасы. Әдеттегінде біз ешқашан ұтылмағанбыз, және де сіздерді де айырып аламыз деп ойлаймыз конкретно. Сильное заявление. Құрметті достар, бүгін біз 4 челленджде 4 наказаниямен жарысатын боламыз. Әр челлендждан кейін өзінің бір қиын наказаниясы болады. Ендеше бірге тамашалайық. Қазір оң жақ девяткаға айырып жіберетін боламын. Алдадым сендерді, просто алдадым. Сол өр екен, көп сөйлемей ақырайын. Сенің қисық деп етін досың, короче. Ержан деген біздің команданың ең молодой ойыншысы. Қазір Ержанның гол салады дегенде 1-0-0-1 деген коэффициент беріп тұр. Делай. Все, кезек маған да кепті. Көрейік бағамызды. Сенің қисық деп етін досың, короче. Повезет, короче. Бұл Ережеп Қанат біздің команданың жаңа қалаушыларының бірі. Мінезін айтатын болсам өте байсалды. Кеше бодиға барған. Шапалақ дедіңдер ма дедіңдер? Йо-майо, бізді жазалап жатыр ғой Картоп командасы. Не істейміз жігіттер? Күн фото біз. ФК қайраттың ойыншысы біліп отырмыз. Сможем, шансы есть. Шанс бар. Қазір менің тебетін ударым. И гол соқсам, ничья болады. Соғу керек. Мен соқтым, есептен қазір біз дагала ойнайтын боламыз. Міндетті түрде бір команда сала тебу керек. Ендеше Картоп командасының капитаны. Сала алмай қалдым. Кеттік ал. Сенің қисық деп етін досың, короче. Жаңа командан вытащить етті, мен екінші рет вытащить еттім. Сол үшін. Картоп командасы сала тебетін болмыз. Тұздаймыз қазір, жігіттер! Осындай керемет алаңда бізге видео түсіруге рұқсатын берген Кифс футбол алаңының басшылығына алғысымызды білдіреміз. Инстаграмы мына жерде шығатын болады, ал ссылкасы описанияда. Толық ақпаратты сол жерден біле аласыздар. Ендеше екінші челленджға келіп жеттік. Қазір қақпашымен бірге бір шығатын боламыз. Ұтылған команда, ұтқан командаға 5000 теңге береді. Қатычақ қой просто. Мені көп жанып кетсін алау, просто жанып кетті ғой. Я хуй, короче. Болмады. Біреу салып едім, короче. Болмай Мына бір керемет мүмкіндік етті. Әдем соғуға тырысып еді, но болмай қалды. Бет жоқ. Биыл ештеңе жоқ. Биылдыққа бет те болмай жатыр ғой. Хорош, пацан. Қазір мен салам. Сосын ана вратарь вообще тұрмай қойсын қайрат.
8 номерді алғам. Өмірімде осы уақытқа дейін 980 гол салғам. 981-сін салғам. Бірінші челленджда решать еттік, енді тағы да решать ету керек, сол үшін қол керек. Бұтқа сетка кегір қой. Вообще. Сен не қылса анау бұтыңа сетка алсайшы. Обед ішетін болдық. 3-2 есебімен екінші челленджда біз жеңіске жеттік. Теңге деген жоқ, біз сум дедік қой. Өзбекский суммен береміз. Не дейді атаңа? Мен бәхім бір. Сүндетке отырғыз жүрейін атаңа. Ендеше келесі челлендж. Жана ұтылып қалдық енді пенальтиден 3-2 есебімен. Қазір 4-2 защитниктермен шығатын боламыз. Біз төртеуміз де яғни алдыда жақсы ойнаймыз негізінде. Менен басқа үшеуі жақсы ойнайды. Міндетті түрде гол саламыз, ұтамыз негізі. Осы енді осынау неме? Осы челлендж біздікі. Айттым ғой мен өзім допты балаларға сразу айтып отырмын. Көзбен түсіндіріп отырмын, примерно сала сал болды. Ятай. Инстаграмдарыңды көрсетіңдер жігіттер, неше подписчиктан бар өзі? Ят болды. Ё-майо. Бір құмалап, бір қарынмай тішерт ет дейді ғой. Енді бағана екі челленджда тайшы еттім мен. Надыр кішкене бүйтіп тышып қойдым сөзім шыны керек. Келесінде қазір ойнайтын боламыз. Енді біз қазір саламыз деп ойлайсың ғой, по-любому. Салу үшін келесің ғой, салу үшін сараканошки келесің. Шансы есть. Болды ғой. Шансы есть, пацаны. Соғу керек. Кінәлі ну. Есеп 1-1. Қазір біз қайтан тебеміз енді, дұрыс қой? Шагала. Исправился, бағана қателігімнің орнын жаптым. Есеп 1-1 қазір. Золотой гол ғой былайша айтқанда. Кім соғады сол жерге? Таза издевательский гол деп осын айтады. Ана Қайраттың игрогі мына қызылдағы. Мынау да тоже Қайраттың игрогі. Издеваться етіп салып кетті. Все, біздің енді соңғы мүмкіндік, соқпасақ қазір наказание орындайтын боламыз. Шоу болсын деген ғой. Ондай шоуын көрмеппін брат. Жігіттер ұтылды. Қазір инстаграмдарына салады. Жігіттердің айтқан любой сөзін жаңағыдай. Не айтады, соны инстасторисқа салып. Мама, біз Картоп ТВ командасын ұтылып қалдық деп айтады қазір. Біздің неміз сондай болып тұр. Әлемдегі деп керек емес, енді біз өзіміз мойындаймыз. Әлемдегі мықты команда емес біз. Просто мама, бізді Картоп ТВ командасы мамалатты. Давайте. Мама, Картоп ТВ командасы бізді мамалатты. Ема, өте қатты ойнайды екен жігіттер. Мынау прям Қазақстандағы номер 1 команда ғой. Қалай КПЛ-да жоқсыңдар жігіттер, айтыңдаршы. Бұйырса бір 20 жылдан кейін барамыз. Мамам есіне түсіп кетті. Соңғы челленджға келіп жеттік. Соңғы челленджда біз пенальти тебетін боламыз. Ұтылған команданың бір ойыншысы танысына звондап, андай наказание орындайтын болады. Айтқан сөзді айтып звондаймыз қазір. Пока. Тишина. Два-один, 2-1.
нүктесін қойдық па, нүктесін. Бүгін біз Картоп ТВ каналын жеңдік енді. Мәртебе ғой. Жеңдік. Қазір Картоп командасының капитаны наказание орындайды. ФК Картоп капитаны қазір Медет Жаманға звондайтын болады. Қазір тамашалаймыз. Бұл алмау мүмкін емес негізі. Бұл либо ұйықтап отыр. Мок, қалайсың? Жақсы. Мен Дәурен ағаң ғой. Дәурен ағам, қалайсың? Жақсы. Қайдасың? Мен Шымбұлақта. Шымбұлақта байсыңдар, Жоқ, байсыңдар оны. Мама келеді, қонаққа. Мок бір срочно қарызға бауырым бір 200 мың керек болып тұр еді. Ондай жоқ. Примерно қанша бар? Вообще жоқ, мен басқама жинап отырмын. Депозитте тапқан. Сол депозиттен шығарсақ хотя бы. Кішігірім. Қазір шығармаймыз ау, по-любому. Сен машинамен жүрсің ба қазір? Жоқ. Машинам енді шығады. Блин, соны ломбардқа ма қойсақ хотя бы. А чё? Да, мында бір срочно бір жағдай болып қалды, короче, бір. Нәрді біреуді не істеп қойғам ғой, ұрып қойғам ғой, соны заявление жазды да, сонымен енді қазір 3 миллион сұрап отыр да. Жоқ па енді? Алдат. Көрдіңдер ма достар, блогерлерде ақша жоқ қазір. Гиф жоқ. Медет бірақ рекламамен де гифпен де ақша табады ғой, негізі кейбір блогерлар бар. Тек гиф, кейбірлер тек реклама, медет екеуін де істейді. Бұл сондай алаяқ. Медет, в общем, мында мен бір футбольный челлендж немесіне егем ғой, YouTube проектке. Соған сейған звонда деп не істетті, сұрады, сонымен звондап отыр. Наказание ғой, мен, короче, ұтылып қалдым, содан кейін сенен ақша сұрады. Смело ма? Иә. Келесі проектке сен келсең енді. Менің немнем. Құдай қаласа смело. Болды, онда сен номерін тастап кетем, жігіттер сендерге звондайды. Давай, аха. Көргендеріңіздей Ақша жоқ блогерлерде. жігіт айтты, істеді. Жалпы ФК Картоп командасы үшін лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Просто канал өрлесінші деп біз ұтылдық, әйтпесе негізі ұтыла қойған команда емеспіз ғой.